Бұл 68-ші сабақ, былай 67-ші юниттің жалғасы десек болатын шығар. Countable, uncountable. Санауға келетін, санауға келмейтін зат есімдері жайында. A cake, some cakes. Бүгін осы some деген сөзді үйренетін боламыз. N деген артиклді біз бұрын айтқан едік алдыңғы сабақтарда. Енді some деген не? Some деген екеуі бір-біріне ұқсас. N мен some. Деген ол санаулы жекеше түрге қолданады. A car, an apple, a shoe деген секілді. Ал some деген ол санауға келетін көпше зат есімдерге қолданады. Some cars, some apples, some shoes деген секілді. Енді мысалдарын қарап көрейік. Санауға келетін жекеше зат есімнің мысалы I need a new car. Маған жаңа көлік керек. A new car. К деген жекеше болғандықтан қосылды. Would you like an apple? Саған алма керек пе? Енді самға келетін болсақ, ол деген көпше түр. Санауға келетін зат есімнің көпше түрі. Cars, apples, shoes деген секілді. I need some new shoes. Маған жаңа туфли керек. Туфли деген ол көпше түр. Сондықтан some да қолданамыз. Would you like some apples? Сен алмалар қалайсың ба? Мұны картинкаға қарайтын болсақ, бір алма болғандықтан an apple деп келді. Көп алмалар болғандықтан some apples. Енді N деген ол бір. Әйтеуір бір нәрсе деген сөз. Мысалы, міне алма. Бір алма. Белгісіз. Ал some деген соның тек көпше түрінде. Яғни, әйтеуір бірнеше алмалар деген мағынада. Some, бірнеше. Несколько деп аударылады кейбір кезде. Сондай бір нақты бір аудару қиын сөз. Some деген. Және some деген сөз ол санауға келмейтін зат есімдерге қолданады. Мысалы, water, су санауға келмейді. Money, ақша, music, музыка. Біз осы сөздерді 67-ші юнитта дұрыстап айтқан едік. I need some water. Маған су керек. I need water деп айтпаймыз. Осы some'ды қосу керек. I need some water. Маған су керек, жалпы бір су керек. Would you like some cheese? Саған ірімшік керек пе? Would you like cheese деп айтпаймыз. Осы some'ды қосамыз. Cheese деген санауға келмейтін зат есім болғандықтан, оның алдына some қосылады. Would you like some cheese? Немесе would you like a piece of cheese? Бір тілім ірімшік қалайсың ба? Some cheese немесе a piece of cheese деп айтасыздар. Просто cheese деп айтпайсыздар. Would you like cheese деп. Енді салыстырып көрейік. Мен some'ды. Nicole bought a hat, some shoes and some perfume. Nicole бір бас киім, туфли және әтір сатып алды. Қараңыз, hat деген жекеше болғандықтан қосылды. Shoes көпше түр болғандықтан some қосылды. Perfume деген ол дейтін санауға келмейтін зат есім болғандықтан some қосылды. I read a newspaper, made some phone calls and listened to some music. Мен газет оқыдым, бір-екі звонок жасадым телефонный және музыка тыңдадым. Newspaper деген жекеше зат есім болғандықтан қосылды. Артикль. Phone calls деген көпше түр. Сондықтан some қосылды. Сосын музыка тыңдадым дейді. Музыка деген ол санауға келмейтін зат есім болғандықтан some қосылды. Be careful дейді. Мына жерде мұқият болыңдар дейді. Осы сөздер advice, bread, furniture деген сөздер. Бұлар деген санауға келмейтін сөздер. Демек, бұлар көпше түрде болмайды. Естеріңізде болсын. Advice, кеңес деген сөз, ол көпше түрде болмайды. Bread дегенде сөз, naan дегенде сөз көпше түрде болмайды. Furniture, мебель, hair, шаштар деп айтпаймыз. Hair. Information,
информация, ол да көпше түрде болмайды. Яғни барлығын жекеше түрде жазамыз. News, жаңалық. Мына жерде шатасуыңыз мүмкін. News, жаңалықтар эспен келген секілді болғанмен, бірақ ол жекеше түрде. Weather, ауа райы. Ауа райы да санауға келмейтін сөзге жатады, зат есімге жатады. Сондықтан ол көпше түрде келмейді. Work, жұмыс, ол да көпше түрде келмейді. Бұл сөздер санауға келмейтін сөздер. Сондықтан сіздер оған деген артиклді қоса алмайсыз. A bread деп айта алмайсыз. An advice деп айта алмайсыз. Және олар көпше түрде емес деп осы жерде жазылыптыр. Енді мысалдарын қарайтын болсақ, Can I talk to you? Сенімен сөйлесе аламын ба дейді. I need some advice. Маған кеңес керек дейді. An advice деп айтпаймыз. Some advice деп айтамыз. Осының алдында естеріңізде болса, санауға келмейтін сөздер some мен келеді дедік. I need some advice. I'm going to buy some bread. Мен нан сатып алайын деп жатырмын. They've got some very nice furniture in their house. Оларда өте әдемі мебель бар дейді үйлерінде. Өте әдемі мебель бар дейді. Furnitures деп көпше түрде, мебельдер деп көпше түрде айтпаймыз. Естеріңізде болсын. Sylvia has got very long hair. Сильвияның өте ұзын шашы бар дейді. Hair, шаштар демейміз. Hair, шаш. I'd like some information about hotels in London. Мен информация алғым келеді дейді. Лондонның отельдері жайында информация алғым келеді дейді. Informations деп көпше түрде айтпаймыз. Information. Тек жекеше түрде. Listen, I've just had some good news. Тыңда, менде жақсы жаңалық бар дейді. A good news деп айтпаймыз. A good news деп. Some good news дейміз. It's nice weather today. Бүгін ауа райы жақсы дейді. A nice weather деп айтпаймыз. Do you like your job? Саған жұмысың ұнайды ма? Yes, but it's hard work. Бірақ ол ауыр жұмыс. A hard work деп айтпаймыз. Hard work дейміз. Мына жерде job пен work'тың айырмашылығын айтып кетсек кішкене. Осы jobқа біз айтамыз, артикль қолданамыз, a job деп. Бірақ work'қа қолданбаймыз. I've got a new job. Менде жаңа жұмыс бар. Бірақ a new work деп айтпаймыз. Енді job деген ол сіздің мысалы зарплата алатын жұмысыңызға қолданады. Ал work деген жұмыс деген жалпы жұмыс. Бір активность, бір нәрсе істеу. Мысалы, егерде сіз бір қатты бір фитнесқа қатысы, мысалы, бүгін көп сағат фитнесте уақыт бөлсеңіз, мысалы, жақсы жұмыс жасадың деуге келеді, work сөзімен. Бірақ бұл жерде job деп айтпаймыз. Job деген ол кәдімгі зарплата жасап бір кәсіпқа қолданады. Осы жерде онда сабағымызды тоқтатайық. Бұл кішкене қиын болуы мүмкін және ұмытылып қалуы мүмкін. Көп оны қайталап тұру керек болады. Егер де видео ұнаған болса, сабақтар ұнаған болса, қолдау білдірсеңіз, лайк бассаңыз, тіркелсеңіз, үйренгісі келіп жүрген достарыңыз болса, осы каналды айта кетсеңіз.